Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ежелгі адамдар өміріне саяхат деп аталады. Осы сабақта ежелгі дәуірдегі адамдардың өміріне жалпы шолу жасаймыз. Балалар, ежелгі тарих адамзаттың ең ұзақ тарихи кезеңдерін қамтыған сіздер білесіздер. Ғалымдар еңбек құралдарын жасалу ерекшеліктеріне байланысты Қазақстанның ежелгі тарихын 3 кезеңге бөледі. Олар тас, қола және темір дәуірі. Ең ұзаққа созылған тас дәуірінің өзі 3 кезеңнен тұрады. Ерте тастары дәуірі палеолит, орта тас дәуірі мезолит, жаңа тас дәуірі неолит. Сондай-ақ тас пен қола дәуірінің аралығындағы өтпелі мыстас дәуірі энеолит деп аталады. Келесі адамдардың қоладан еңбек құралдарын жасаған кезең қола дәуірі деп аталады. Қола дәуірінің өзі 3 кезеңнен тұрады. Ерте қола дәуірі, орта және кейінгі. Адамдардың алғаш темірді балқытып, шаруашылықта еңбек құралдарын темірден жасау арқылы қолданған кезең бұл ерте темір дәуірі. Темір дәуірінің өзі 2 кезеңге бөлінеді. Ерте және кейінгі темір дәуірі. Балалар, біз өткен сабақтарда тарихи кезеңдердің ерекшеліктеріне тоқталған болатынбыз. Енді қайта есімізге түсіріп көрейік. Ерте тас дәуірі палеолит ерекшелігі адам және шаруашылықтың қалыптасуының бастапқы кезеңі болып табылады. Мұнда бұл кезде адамдар ең алғаш еңбек құралдарын тастан жасаған болатын. Сондай-ақ алғашқы адамдардың негізгі кәсібі аң аулау және терімшілік болды. Ең мәжбүрлі түрде тобыр болып өмір сүрген адамдар біртіндеп туысқа айналып, осы кезеңде рулық қауым пайда болған. Келесі орта тас дәуірі мезолит. Мезолиттің ерекшелігі өсімдіктер мен жануарлар әлемі өзгерді. Себебі мұз басу дәуірі аяқталғаннан кейін қоршаған орта қазіргі табиғат жағдайларына ұқсас болды. Мезолитте еңбек құралдары одан әрі жетілдірілді. Мезолит кезеңінің басты жаңалығы бұл садақ пен жебе және микролиттердің ойлап табылуы. Сондай-ақ мезолит кезінде өзендерде балықтың көбеюі балық аулау кәсібінің дамығанын көрсетеді. Сондай-ақ адамдар осы кезде балық аулау үшін қайық, тор және гарпунды ойлап тапты. Келесі кезең бұл жаңа тас дәуірі неолит. Бұл кезде адамдар тас өңдеудің басқа тәсілдерін меңгерді. Атап айтатын болсақ, тегістеу, бұрғылау сияқты. Және неолит кезеңінің ең басты жаңалығы бұл өндіргіш шаруашылық, яғни мал шаруашылығы мен егіншіліктің пайда болуы. Ежелгі адамдардың азық табу үшін дәнді дақылдарды өсіру, сондай-ақ мал шаруашылығын, малды қолға өсіруден ең үлкен жетістіктің бірі саналған болатын. Сондай-ақ жаңа тас дәуірі неолитте қыш құмыра жасау, тоқымашылық кәсібі кең тарады. Келесі кезең бұл мыстас дәуірі энеолит. Бұл кезеңнің ерекшелігі адамдардың мыстан жасалған құралдарды тұрмыста пайдалана бастауы. Ең алғашқы адамдардың пайдаланған металл бұл мыс болып саналады. Сондай-ақ мыстас дәуірі энеолит кезеңінде Қазақстанда жылқы малы алғаш қолға үйретілген болатын. Естеріңізде болса, 20 ғасырдың үлкен жаңалығына айналған әлемге танымал ескерткіштердің бірі Ботай қонысынан 70 мыңға жуық жылқының сүйегі табылды. Бұл энеолит кезеңдегі адамдардың өмірінде жылқы шаруашылығының маңызды рөл атқарғанын көруге болады. Қола дәуірінің ерекшелігі бұл кезеңде кен өндіру, балқыту ісі кең тарады. Адамдар шаруашылықта қоладан жасалған еңбек құралдарын пайдаланды. Қоладан жасалған берік, төзімді еңбек құралдары шаруашылықта өнімді еңбек алуға мүмкіндік берді. Сөйтіп қоғамда әлеуметтік теңсіздік пайда болды. Ежелгі адамдар бірлесіп өмір сүрді. Алғашқы адамдардың ең алғаш ұжымдасқан тобы бұл тобыр деп аталады.
Аң аулау, қорғану үшін тобырға біріккен адамдар біртіндеп туыстас адамдарға айналып, адамдардың бірлескен туыстас рулық қауымы пайда болды. Кейін әртүрлі рулардан тұратын әлеуметтік этникалық бірлестік тайпа пайда болды. Алғашқы адамдардың үлкен жетістіктерінің бірі сазбалшықтан қыш ыдыстар жасау. Аңыз бойынша қыш ыдыстарды күйдірсе, олардың берік болатынын адамдар кездейсоқ білген. Себеттерден дәндер төгілмес үшін бетін сазбалшықпен сылайтын болған. Бірде ол себет оттың қасында қалып қойғанда, ішіндегі дән дәмді болып піскенін байқайды. Содан қыш ыдыстарды күйдіріп, ішінде тамақ пісіретін болған. Күйдірілген ыдыстар берік әрі төзімді, ұзақ уақытқа пайдалануға жарайтын. Балалар, қыш ыдыстарды жасау үшін саз балшықты қайдан алуға болады деп ойлайсыздар? Әрине, жаңбыр жауғаннан кейін су сіңбеген жерден қазып алуға болады. Одан кейін оны кептіріп, жақсылап електен өткізіп, су құйып елейді. Еленген саз балшықты 1-2 аптаға тындырып қояды. Одан кейінгі балшық қыш ыдыс жасауға дайын. Енді балалар, саз балшықтан қыш ыдыс жасау тәсілдеріне тоқталсақ, ең қарапайым түрі спиральдап жапсыру әдісі. Ол үшін саз балшықты бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ал қалған бөліктеріне міне бірнеше бау ғып илейміз. Одан кейін сол баулардан белгілі бір пішінге келтіріп, спираль тәріздес осындай қыш құмыраның мүсінін жасаймыз. Сонда сіздерде мынандай қыш құмыраның түрі шығады. Кейін адамдар қыш ыдыстарды механикалық станокпен лезде жасап үйренді. Сонда қарап отырсаңыздар, суретке назар аударсаңыздар, бұдан әдемі қыш ыдыстарды дүниеге әкелді. Жасалған қыш ыдыстардың берік болу үшін мынадай пеште күйдірген болатын. Келесі тасқа салынған суреттер петроглифтерге тоқталсақ. Петроглифтер ежелгі адамдардың діни түсінігі мен дүниетанымы туралы құнды ақпарат береді. Естеріңізде болса, Қазақстан жеріндегі көп шоғырланған петроглифтер Жетісу және оңтүстік Қазақстаннан табылған болатын. Атап айтатын болсақ, әлемге әйгілі Тамғалы шатқалындағы петроглифтер, Баян жүрек, Ақбауыр өңіріндегі Ешкөлмес, Арпа өзен таңбалы тастары ежелгі адамдардың өмірі туралы бізге құнды ақпарат береді. Қола дәуіріне жататын үлкен мәдениеттің бірі бұл Андронов мәдениеті. Андронов мәдениеті бүкіл Қазақстан аумағын қамтыған болатын. Бұл мәдениеттің ерекшелігі Беғазы Дәндібай мәдениетіне қарағанда аумақтығымен ерекшеленеді. Андроновтардың кәсібі мал бағу және егіншілік болды. Олар жартылай жертөле және жер бетіндегі үйде тұрған болатын. Қоғамда жеке меншік пайда болды және жерлеу ғұрпындағы ерекшелік бұл мәйітті өртеу, яғни кремация ғұрпы кең таралды. Орталық Қазақстан аумағында пайда болған соңғы қола дәуіріне жататын мәдениет бұл Беғазы Дәндібай мәдениеті. Бұл мәдениетті ашқан атақты белгілі ғалым, академик Әлкей Марғұлан еді. Беғазы Дәндібай мәдениетінің ерекшелігі бұнда зәулімтас кесенелердің көптеп кездесуі. Обалардағы жерлеу ғұрпы Андроновтардан ерекше болып келеді. Бұл уақытта Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы мәдениеті қалыптасқан болатын. Енді балалар бүгінгі тақырыптан алған білімімізді пайдаланып, тапсырма орындап көрейік. Алғашқы тапсырмамыз суретпен жұмыс. Суреттерде қай кезеңдер бейнеленгенін анықтап көріңіздер. Өте жақсы. Бірінші суретте бізде мезолит кезеңінің басты жаңалықтары көрсетілген. Екіншіде ең алғаш адамның тастан еңбек құралдарын жасауы, яғни тас дәуірін білдіреді. Бұл жерде энеолит,
яғни жылқыны алғаш қолға үйрету кезеңі, қола дәуірі металды өндіру, келесі неолиттің ең басты жаңалығы қыш құмыралар заманы деп аталады, себебі бұл кезде қыш құмыралар жасалынған болатын. Келесі тапсырмамыз бұл шығармашылық тапсырма. Бүгін өткен саз балшықтан қыш құмыра жасауларыңызға болады. Мына суретке назар аударып, ең қарапайым түрі спиральді түрде жабыстыру арқылы саз балшықтан немесе ермек саздан үйде қыш ыдысты жасап көріңіздер. Балалар, жобамен сіздерде осындай қыш құмыраның түрі шығуы керек. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер ежелгі адамдар өміріне саяхат жасадыңыздар, ежелгі адамдардың жеткен жетістігіне тоқталдыңыздар. Бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған жерің, жер ұйығың. Бүгінгі сабақта шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалайсыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақта туған жер, атамекен туралы сөз қозғаймыз. Сонымен қатар шығарманың тарихи құндылығын бағалаймыз. Енді бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Туған жер, атамекен туралы қандай мақал-мәтел, нақыл сөздерді білесіздер? Естеріңізге түсіріңіздер. Оқушылар, сіздер туған жер, атамекен туралы мақал-мәтел, нақыл сөздерді естеріңізге түсірді деген ойдамын. Ендеше назарымызды экранға аударайық. Ғафу Қайырбеков туған жер, алтын бесік, асыл анам деген нақыл сөз қалдырды. Атамекен аясы адамның жан саясы. Атамекен анаң екен, қысылғанда панаң екен. Аққу айдын аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Оқушылар, осы мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерден қандай ой түйдіңіздер? Және Асан Қайғының айтқан жер ұйығын қалай елестетесіздер? Туған жер әр адам үшін қадірлі, қасиетті ұғым. Туған жерге, туған елге деген махаббат әр адамды алға жетелейді. Әрбіріміздің туған жеріміз жер ұйық. Неліктен? Себебі сол туған жерде кіндік қанымыз тамып, балалық шақтан болашаққа аттанған жүрегімізге ыстық мекен. Ал Асан Қайғының арман еткен жер ұйығы қандай деп ойлайсыздар? Қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын, жайлы қоныс, адамы жүзге келіп өлмейтін, қойы екі төлдейтін, шөбі шүйгін, суы бал татыған мекен. Осы тұста Асан Қайғының тарихи тұлға екенін қалай білуге болады? Асан Қайғы қай ханның тұсында өмір сүрді деп ойлайсыздар? Міне, осы сұрақтарға жауап алу үшін мына бейнематериалды барлығымыз бірге тамашалайық. Ол жайлы тек аңыз әңгімелер сақталған. Ол бүтін бір империя кері кетіп, жаңасы енді ғана бас көтеріп келе жатқан аумалы төкпелі заманда өмір сүрген. Жаңа мемлекеттің қалыптасуына атсалысқан Қазақстан тарихындағы белгілі тұлғалардың бірі Асан Қайғы. Ол туған халқының қамын ойлап уайымдаған. Ол өз заманының рухани көшбасшысы, өз дәуірінің баспасөз хатшысы іспеттес адам. Ол Керей мен Жәнібектің бас кеңесшісі болған. Асан Қайғы желмаясына мініп, халқына жер ұйық іздеген.
Бірінші тарау. Ақиқаттың жаршысы. Өз руының күйін күйттеп, даңқын асыруға тырысқан ақындардың арасында Асан Қайғының шоқтығы биік. Өлеңдерінде терең толғау бар. Абыздың адамға деген сүйіспеншілігі тарихи саны арқылы түркі халықтарының жадында сақталған. Оның ақындық ойы мен жыраулық философиясы өзінің танымдық құдіреттілігімен ерекшеленеді. Ильяс Есенберлин. Асан Қайғы туралы бала күнімде естіген едім. Асан Қайғы, ақын, жырау, ойшыл, ол қасиетті қара қобызын қолынан тастамаған. Ертеректе жырауларды бақ тарған адам деп қабылдаған. Олар пенделер мен әруақтар арасында байланыс орната білген, шындықты айтудан тайсалмаған. Асан Қайғы шығармаларына түрлі тақырыптар өткен. Жырау туған халқының тарихын жырлаған, сондықтан оны көреген ақын деп атаған. Өйткені болашақты болжай білген, сондықтан ол хандардың кеңесшісі болған. Жыраулар дейтін жаңағы оның алып жүретін міндеті, жүгі деп айтамыз ба, өте ауыр болған. Бұлар халықтың мұң-мұқтажын тек қана өзінің емес, бүкіл елінің, бүкіл жаңағы өзінің халқының мұң-мұқтажын жеткізуге тырысқан. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Асан Қайғы. Міне, өздеріңіз бейнематериалдан көргендей, Асан Қайғы тарихи тұлға. Ол Жәнібек пен Керей ханға бағыт-бағдар беру арқылы ел билеу алдында беделді болған. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сабағымыздың мақсатына сәйкес шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалаймыз. Енді эпизод дегеніміз не? Өткен сабақтарда да сіздер эпизодтың анықтамасымен танысқан болатынсыздар. Ендеше тағы бір естеріңізге түсіріңіздер. Эпизод көркем шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар, өзара байланысқан оқиғаның бір бөлшегі, көрінісі. Әр эпизод кейіпкердің белгілі бір уақыт аралығында өткен қимылын, ісін, екі не одан көп кейіпкердің арасында болып жатқан құбылыстардың біткен кезеңін көрсетеді. Эпизод кейіпкер характерін ашып, оқиғаны ширата түседі. Ал енді тапсырма орындайық. Оқушылар, Асан Қайғының әрбір жерге берген сыны эпизод болып табылады. Енді сіздердің назарларыңызға 5 эпизод ұсынылып отыр. Эпизодта берілген жерге тиесілі сипаттаманы табыңыз. Оқушылар, сіздер тапсырманы орындады деген сенімдемін, ендеше бірге тексерейік. Бірінші эпизод. Есіл өзенін көргенде, жары мен суы тең, жарлысы мен байы тең болатын жер екен. Сыр бойын көргенде, басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс екен. Ертісті көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас. Қарным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың мүйізі, доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен. 4-ші эпизодта Нұраның бойын көргенде, 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен. Торғай өзенін көргенде, ағар суы бал татыған, ақ шабағы май татыған жер екен. Оқушылар, Сона 14-15 ғасырда Асан Қайғының әрбір жерге берген бағасы әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Міне сіздер қазір көрген эпизодтағы жерлердің қазір көрінісін тамашалайық. Байқасаңыздар, Есіл өзені, Ертіс өзені, Сыр өңірі, Торғай және де басқа да Асан Қайғы баға берген жерлер қазіргі күнде қазақ еліне жайлы қоныс, күннен күнге гүлденіп көркеюде. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі жеңіс елді мекені ертеде түгі өскен деп аталған. Бұл атауды да Асан Қайғы қойған деген аңыз бар. Түгі өскен деген жер қазір қалай аталады деп ойлайсыздар? Түркістан, Түгіскен,
көп өскен. Келесі. Асан қайғы Сарыарқаның жеріне жеткенде алдына қарап, көп адырларды көріп, қалай атапты? Асан қайғы қойған жер атауын анықтаңыз. Қарсадыр, Мыңадыр, Беладыр. Оқушылар, сіздер тапсырманы орындады деген сенімдемін. Ендеше бірге тексерейік. Асан қайғы баға берген Түгіскен деген жер қазіргі уақытта Түгіскен деп аталады. Сонымен қатар, Асан қайғы Сарыарқаның жеріне жеткенде алдына қарап, көп адырларды көріп, Мыңадыр деп атапты. Міне, сонау 14-15 ғасырда Асан қайғы баға берген жерлер қазіргі таңда түрлі өзгерістерге ұшырап аталатын қоныстар жетерлік. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Асан қайғының әдебиетке және тарихқа қосқан үлесін топтастырып жазыңыз. Асан қайғының толғаулары отанды сүюге, ізгі амал жасауға, жамандықтан сақтанып, бақытты өмір сүруге үндейді. Асан қайғы әр өңірдің өзіндік ерекшелігі туралы жақсы ойлар айтты, ол сөз әлеміне де өз өрнегін салды. Асан қайғы Жәнібек ханның кеңесшісі болды. Асан қайғы қазақ хандығы құрылған тұста жасы ұлғайған ақылман, абыз дәрежесіне жеткен. Ол халықтың қамын ойлап, ханның өзіне сөзін өткізді. Сонымен оқушылар, Асан қайғы әдебиетке қандай үлесін қосты? Асан қайғының толғаулары отанды сүюге, ізгі амал жасауға, жамандықтан сақтанып, бақытты өмір сүруге үндейді. Асан қайғы әр өңірдің өзіндік ерекшелігі туралы жақсы ойлар айтты. Ол сөз әлеміне де өз өрнегін салды. Оқушылар, Асан қайғының әрбір өлеңі мен нақыл сөздері тәрбиеге тұнып тұрған асыл қазына. Енді Асан қайғы тарихқа қандай үлесін қосты екен? Асан қайғы Жәнібек ханның кеңесшісі болды. Асан қайғы қазақ хандығы құрылған тұста жасы ұлғайған ақылман, абыз дәрежесіне жеткен. Ол халықтың қамын ойлап, ханның өзіне сөзін өткізді. Ұлттық идеяның ұйытқысы Асан қайғы. Асан қайғы қазақ халқының дипломатиялық мектебін қалыптастырды. Ел мен елді жауластырмау, достастыру, татуластыру сияқты бейбіт өмірдің қағидаттарын қалыптастырды. Осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта туған жер, атамекен туралы ой қозғадыңыздар. Эпизод анықтамасын еске түсірдіңіздер. Тапсырмалар орындау арқылы тарихи құндылығын анықтадыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектер мен аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеу. Бүгінгі сабақта сіз жай бөлшектерді, аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеуді үйренесіз. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ол үшін бізге екі қадам қажет болады. Бірінші, бөлшектің бөлімінде қандай сан болса, бірлік кесіндіні сонша тең бөлікке бөлу керек. Екінші қадам, бөлшектің алымында қандай сан болса, бірлік кесіндінің сонша бөлігін алу керек. Қазір мұнымен жақынырақ танысатын боламыз. Мысалы, 6-дан 2 бөлшегін координаттық сәуледе кескіндейік. Бірінші қадам, бөлшектің бөліміне қараймыз. 6 тұр. Демек мен бірлік кесіндімді 6 бөлікке бөлемін. Еске түсіреге бірлік кесін деп тұрғанымызна 0 мен 1-дің арасы.
бірдей 6 бөлікке бөлемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және екінші қадам бөлшектің алымына қараймын. Бөлшектің алымында бізде 2 тұр. Демек, 2 бөлікті аламын. Міне. 1, 2. Сонда А нүктесі бізге 6-дан 2-ні береді. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу дегеніміз осы. Ал енді тапсырма орындайық. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеңіз. Бірінші, 8-ден 2 бөлшегі берілген. Координаттық сәулемізді сызып қояйық. Және бірінші қадамды орындаймыз. Бөліміне қараймыз, 8 тұр. Демек, бірлік кесіндімді 1/8 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші қадам бөлшектің алымына қараймыз. Алымында бізде 2 тұр. Демек, 1, 2. Нүктені осы жерге қойып, бұл бізде 8-ден 2 деген нүктені береді. Демек, А нүктесінің координатасы 8-ден 2. Жақсы. Келесі 8-ден 6 бөлшегі берілген. Бұнда да бірлік кесіндімді бірінші қадам бойынша мына бөліміне қарап 8 бірдей бөлікке бөлемін. Одан кейін алымына қараймын. Алымында 6 тұр. Демек, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігін аламын. Бұл бізде 8-ден 6 деген нүктені береді. Келесі тапсырма. Жай бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеңіз. Жаңа есебіміздің жалғасы. 4-тен 1. Координаттық сәулемізді сызып қоямыз. Бөліміне қараймыз, 4 тұр бөлімінде. Бірлік кесіндімді 4 бірдей бөлікке бөліп аламын. Және алымына қараймын. Алымында 1 тұр. Демек, сол 4 бөліктің біреуін аламын деген сөз. Мына нүкте бізде 4-тен 1-ді беріп тұр. Келесі 3-тен 2. Бірлік кесіндімізді сызып аламыз. Бөліміне қараймыз, 3 тұр. Демек, 1/3 бөлікке бөлеміз. Алымында 2 тұр. Демек, осы 3 бөліктің 2-ін аламыз. Мына нүкте бізде А нүктесі 3-тен 2-ні беріп тұр. Келесі тапсырма. 9-дан 7 бөлшегін координаттық сәуледе көрсетіңіз. Координаттық сәулемізді сызып аламыз. Және бірінші қадам бойынша бөлімінде 9 тұр. Демек, 1/9 бөлікке бөліп аламын. Және алымында 7 тұр, Демек, 7 бөлігін аламын. Сонда, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген жерге мынау нүктемізді қоямыз. Және бұл нүкте бізде 9-дан 7-ні береді. Байқасаңыздар, 9-дан 7 1-ден кіші болып тұр. Себебі 0 мен 1-дің арасында біз оны таптық. Келесі тапсырма. 8-ден 8 бөлшегін координаттық сәуледе көрсетіңіз. Мұқият болайық, бізде алымы да бөлімі де бірдей болып тұр. Бірлік кесіндімізді сызып аламыз. Бірлік кесін дегеніміз еске түсіреміз, 0 мен 1-дің арасы. Енді бөлімінде 8 тұр. Демек, 0 мен 1-дің арасын 1/8 бөлікке бөліп аламын. Енді алымына қарайық. Алымында 8 тұр. Демек, 8 бөліктің 8 бөлігі. Ол әрине бізде мына нүктеге сәйкес келеді. Жазып қоямыз. 8-ден 8. Енді бұл жерде байқасаңыздар, 8-ден 8 бірге тең болып тұр. Осы сабақтың алдында біз өткен болатынбыз. Алымыда бөліміде тең болса, ол бөлшек бірге тең болады. Және бұл бөлшекті біз бұрыс бөлшек деп атайтын едік. Ал енді аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеуді қарастырайық. Мысалы, 1/3-тен 2 санын координаттық сәуледе кескіндейік. Енді бұл жерде сәл басқаша. Біз білеміз, аралас санның бүтін бөлігі болады, яғни 1. Және бөлшек бөлігі болады, 3-тен 2 біздің жағдайда. Енді балалар бұл жерде түсінетін нәрсе, 1/3-тен 2 деген сан, ол 1-ден көп, бірақ 2-ден кіші. Демек біз координаттық сәуледе 1/3-тен 2 санымызды 1 мен 2-нің арасында іздейміз. Бүтін бөлігі 1-ге тең, міне 1-ді тауып қоямыз. Енді бөлшек бөлігі 3-тен 2. Демек 1 мен 2-нің арасын 1/3 бөлікке бөліп аламыз. Және алымында 2 тұр ғой. Осы 3 бөліктің 2-ін аламыз. Демек, мына нүкте бізде 1/3-тен 2-ге сәйкес келеді. Енді осыған байланысты тапсырма орындап көрейік. Аралас санды координаттық сәуледе кескіндеңіз. Бізге 2/8-ден 5 аралас саны берілген. Еске түсірейік, бүтін бөлігі бізде
2-ге тең. Демек 2-ні тауып қоямыз бірден координаттық сәуледен. Енді бөлшек бөлігіне назар аударайық. 8-ден 5. Енді байқағандарыңыздай 2,8-ден 5 деген 2 мен 3-тің арасында жатқан сан. Сонда 2 мен 3-тің арасын 8-ге бөлеміз. Міне, 1/8 бөлікке бөліп қоямыз. Және алымында 5 тұрғандықтан осы 8 бөліктің 5-еуін аламыз. Міне, мына нүкте бізде 2,8-ден 5-ке сәйкес келеді. Келесі 1,5-тен 2. Координаттық сәуледе 1 мен 2-нің арасынан іздейміз. Назар аударайық. Бөлімінде бізде 5 тұр. Демек 1 мен 2-нің арасын 1/5 бөлікке бөліп аламыз. Алымында 2 тұр. Демек осы 5 бөліктің 2-еуін аламыз. Демек мына нүкте бізде 1,5-тен 2-ге сәйкес келеді. Келесі тапсырма. Аралас санды координаттық сәуледе кескіндеңіз. 4,8-ден 5. Координаттық сәуледе біз білеміз, 4,8-ден 5 деген 4 пен 5-тің арасында орналасқан сан. 4 пен 5-тің арасын 8 бөлікке бөлеміз. Себебі бөлімде бізде 8 тұр. Алымда 5 тұрғандықтан осы 8 бөліктің 5-еуін аламыз. Демек, мына нүкте бізде 4,8-ден 5-ке сәйкес келеді. Келесі 3,8-ден 7. Координаттық сәулемізде білеміз, бұл аралас санымыз 3 пен 4-тің арасында орналасқан. Бөлімінде 8 болғандықтан біз 8 бөлікке бөліп, оның 7-еуін аламыз. Себебі алымында 7 саны бар. Осы нүктені 3,8-ден 7-ге сәйкес келеді деп таптық. Келесі тапсырма. А, Б, С, Д нүктелерінің координаттарын жазыңыз. Енді бұл жерде керісінше бізге координаттық сәуледе нүктелер беріледі. Біз осы нүктелердің қандай санға сәйкес кеп тұрғанын табуымыз керек. Бірінші А нүктесінен бастайық. Қараңыздар, А нүктесі 7 мен 8-дің арасында орналасқан. Демек, 7-тен көп, бірақ 8-ден кіші болатын бір сан. Енді 7 мен 8-дің арасы, яғни бірлік кесіндіміз барлығы неше тең бөлікке бөлінгенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бірдей бөлікке бөлінген, және 9 бөліктің 1, 2, 3, 4-еуін алып тұр. Демек, А нүктесі бізде 7,9-дан 4-ке сәйкес келеді. Келесі Б нүктесін тауып көрейік. Міне, жасыл түсті нүктемен берілген. Б нүктесі бізде 8 бен 9-ның арасында орналасқан. Демек, бүтін бөлігі 8 болатынын біліп тұрмыз. Енді бөлшек бөлігін табайық. Ол үшін 8 бен 9-ның арасы неше бөлікке бөлінген? Соны табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұнда да 9 бөлікке бөлінген. Сол 9 бөліктің 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігін алып тұр. Демек, бізде Б нүктесі 8,9-дан 6-ға сәйкес келеді. Келесі көк түспен берілген С нүктесін табайық. Ол да бізде 8 бен 9-ның арасында орналасқан. Демек, бүтін бөлігі 8-ге тең болады. Біз білеміз, 8 бен 9-ның арасы 9 бөлікке бөлінген. Ал С нүктесі сол 9 бөліктің 1, 2, 3 бөлігін алып тұр. Демек, С нүктесінің координатасы 8,9-дан 3-ке тең. Енді соңғы Д нүктесін табайық. Д нүктесі бізде 7 мен 8-дің арасында орналасқан. Ал біз білеміз, 7 мен 8-дің арасында толық тең болатын 9 бөлік бар. Енді Д нүктесі осы 9 бөліктің санайық. Нешеуін алып тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, Д нүктесінің координатасы 7,9-дан 7. Келесі тапсырмаға көшейік. Бұнда да дәл сондай тапсырма. А, Б, С, Д нүктелерінің координаттарын жазыңыз. Ал қарайық. Бірінші А нүктесінен бастаймыз. А нүктесі 6 мен 7-нің ортасында орналасқан. Енді санайық. Осы 6 мен 7-нің арасы неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөлікке бөлінген, және А нүктесі осы 7 бөліктің 3-еуін алып тұр. Сонда А нүктесінің координатасы 6,7-тен 3-ке сәйкес кеп тұр. Келесі Б нүктесі бізде 5 пен 6-ның арасында орналасқан, және бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлікке бөлінген, және Б нүктесі 7 бөліктің 6-ауын алып тұр.
жазып қояйық сонда. B нүктесінің координатасы 5,7-тен 6-ға сәйкес. Келесі С нүктесі. Бұнда да 6 мен 7-нің арасында, және біз білеміз, бұл жерде 6 мен 7-нің арасы 7 бөлікке бөлінген, және С нүктесі соның 1, 2, 3, 4-ін алып тұр. Жазып қояйық. С нүктесінің координатасы 6,7-тен 4. Соңғы Д нүктесі қалды. Д нүктесі бізде 5 пен 6-ның арасында орналасқан, және осы 7 бірдей бөліктің біреуін алып тұр. Жазып қояйық. Д нүктесі 5,7-тен 1-ге сәйкес. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз жай бөлшектерді және аралас сандарды координаттық сәуледе кескіндеуді үйрендік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.